Сабақтың тақырыбы өрт қауіпсіздігі. Сабақтың мақсаты балаларды өрт қауіпсіздігі ережелері туралы білімдерін қалыптастырып, қауіп төнген кезде өздерін қорғай білуге машықтандыру болып табылады. Өрт бұл адамның өмірі мен денсаулығына, қоғам мен мемлекетке зиянын тигізетін, қоршаған ортаға үлкен материалдық зақым келтіретін, қоршаған ортадағы заттардың бақылаусыз жануы. Өрт оқиғалары негізінен тұрғын секторларда орын алып отырады. Яғни өрт басқа орындарға қарағанда тұрғындардың үйлерінде жиі орын алады екен. Олардың себептері де әртүрлі. Мысалы, отты абайсыз қолдану, пештің ақаулығы, электр желілері мен құралдарын пайдалануда өрт қауіпсіздік ережелерін сақтамау, балаларды қараусыз қалдыру болып табылады. Егер түтіннің иісін сезгеннен кейін үйден тез шығып кету керек. Кез келген шүпілекті сулап, аузыңыз бен мұрныңызды жабыңыз. Сосын еңкейіп бөлмеден шығып кетіңіз. Газ шыққанын байқасаңыз, тез арада есік пен терезені ашып, бөлмені желдетіп, баллонды далаға шығарып, апаттан құтқару қызметіне қоңырау шалыңыз. Баллонды қыздыруға, егер баллон бұзылған болса, оны өзіңіз жөндеуге тыйым салынады. Өрт оқиғаларына басты себепші электр желісі және өрт қауіпсіздік ережелерін бұзуы болып табылады. Үйге жарық тартқан кезде көбінесе оның дұрыс орнатылуы ескеріле бермейді. Ескірген сымдарды қолдану да кездеседі. Осы жайттардың барлығы аяғында өртке әкеп соқтырады екен. Ең бастысы, қазір қыс уақытында біз үйге от жағамыз. Қыс бойы пайдаланатын пеш ақаулы болса, онда ол өрттің баспанада орын алуына бірден-бір себепші болады екен. Үйдегі пешке аса үлкен жауапкершілікпен қарау керек. Пеш жаздың күні міндетті түрде жөндеуден өткізілуі тиіс. Балаларға пешті қарауға және жағуға тыйым салынады. Өрт оқиғаларына басты себепшілердің бірі газ баллондарын пайдаланудағы өрт қауіпсіздік ережелерін сақтамау болып табылады. Егер өрт жайында бір ақпарат біліп жатсаңыз, 101-ге қоңырау шалыңыз.